Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мақсұт Талант, ақпараттық жүйелер мамандығы. Қазақ хандығы. Бірінші сұрақ: қазақ хандығының құрылуының алғышарттары. Саяси алғышарттарға келер болсақ, 15 ғасыр ортасында Дешті Қыпшақ жерінде орналасқан Әбілқайыр хандығы әлсірей бастады. Әбілқайыр ханның жүргізген соғыстары, ауыр салық саясаты және билік үшін күрес халықтың наразылығын тудырды. Көрші тайпалар арасында бірлік болмады және билік үшін феодалдық тартыстар жиіледі. Осы жағдай қазақ руларының тәуелсіз мемлекеттерінің қажеттілігін туғызды. Әлеуметтік-экономикалық алғышарттарына келер болсақ, көшпелі мал шаруашылығы мен сауда қатынасы кеңейіп, тұрақты саяси билік пен бейбіт жағдай қажет болды. Сырдария бойындағы қазақ қалалары Сығанақ, Сауран, Созақ, Отырар қалалары экономикалық орталықтар еді. Олар үшін күрес маңызды болды. Этникалық алғышарттарға келер болсақ, түркі тайпалары Қыпшақ, Найман, Керей, Қоңырат, Арғын, Дулат және тағы басқалары бірігіп, біртіндеп қазақ халқы болып бірге бастады. Ортақ тіл, мәдениет, шаруашылық және дәстүрлік этникалық бірлікті күшейтті. Қазақ хандығының құрылуы бізде 1456-1457 жылдар шамасында Керей мен Жәнібек хандардың бастамасымен құрылды және олар ең алғаш Шу мен Таластың бойында қазақ хандығын құрды. Бұл жерді Моғолстан ханында алғашында бұл жерді Моғолстан ханы Есенбұға оларға бөліп береді. 1465-1466 жылдары қазақ хандығының ресми құрылуы деп саналады. Алғашқы хан Керей хан және оның інісі серігі Жәнібек хан болады. Маңыздылығы жағына келер болсақ, қазақ хандығының құрылуы қазақ халқының саяси тәуелсіздігінің бастамасы және бұл оқиға Қазақстанның бірігуі мен ұлттық мәдениеттің қалыптасуына жол ашты. Екінші сұрақ: қазақ хандары және қазақ хандығының территориясының қалыптасуы. Бастапқы кезең. Алғашқы қазақ хандар бізде Керей мен Жәнібек хандар 1465 пен 1473 жылдар аралығында билік етті. Хандықтың алғашқы аумағы бізде Шу мен Талас өзендері бойында және батыс Жетісу аумағы. Кейін Сырдария бойында қалалар үшін күрестер жүргізілді. Одан соң Қасым хан 1511-1523 жылдары тақта болды. Хандықтың едәуір күшейген кезеңі және территория жағынан Жайықтан Ертіске дейін, Сырдариядан Тобылға дейін кеңейді. Және осы аралықта қазақ хандығы деген атау бүкіл әлемге таралып және өз атағын жария ете алды. Алғаш рет қазақ хандығы атауы ресми құжаттарда қолданыла бастады. Қасым ханның қасқа жолы деген заңдар жүйесін енгізді. Және де Қасым хан Мәскеу, Ноғай ордасы, Сібір хандығымен қатынастар орнатты. Хақназар хан 1538-1580 жылдары билік етті. Хақназар хан тұсында қазақ хандығының аумағы қайта біріктірді және Ноғай ордасы мен Сыр бойындағы қалаларды қосып алды. Батыстағы және оңтүстіктегі көрші хандықтармен соғыстар жүргізді. Одан соң Тәуекел хан 1582-1598 жылдары және Есім хан 1598-1628 жылдары билікте болды. Тәуекел хан тұсында Ташкент пен Түркістанды өзіне қаратты және Есім хан елдің ішкі бірлігін күшейтіп, және де өзінің Есім ханның ескі жолы деген заңдар жүйесін енгізді. Одан соң Жәңгір хан 1628-1652 жылдары жоңғарлармен соғыста ерекше ерлік көрсете алды. Яғни Орбұлақ шайқасы 1640 жылы болған Орбұлақ шайқасын айтсақ болады. Ол кезде 600 әскермен 50 мың жоңғар әскеріне қарсы соғыста жеңіске жете алды. Одан соң Тәуке хан 1680-1718 жылы қазақ хандығының алтын ғасыры болып саналатын уақытта билік етті. Ел бірлігін нығайтып, жеті жарғы атты сол уақыттың заманға сай жаңа заңдар жинағын қабылдады. Және де ол кезде қазақ хандығының астанасы Түркістан қаласы болды. Қазақ жерінің қалыптасуына келер болсақ, 15-17 ғасырлар ішінде қазақ халқының этникалық жерлері түгел дерлік біріктірілді. 300 ұлы, орта және кіші жүз құрылымдары қалыптасты. Үшінші сұрақ: қазақ хандығының көрші елдермен саяси қарым-қатынасы. Моғолстан және Шайбани ұлысы. Қазақ хандығы алғашқы құрылғанда Моғолстанмен одақтас болды. Кейін Сырдария бойында қалалар үшін Шайбани әулетімен ұзақ соғыстар болды. Тәуекел хан тұсында қазақтар Ташкент, Сайрам, Түркістанды қайтарып алды. Ноғай ордасымен келер болсақ, Ноғай ордасы қазақтарға туыс, яғни ағайынды ел болып саналады. Қасым хан кезінде Ноғай руларының көбі қазақ хандығына қосылды. Нәтижесінде қазақ этносының қалыптасуы жеделдетілді. Одан соң ойрат жоңғарлармен қарым-қатынас бізде 17 ғасыр ортасынан бастап жоңғар хандығы қазақтарға басты қауіп төндірген
ел болды және 1643 жылы Жәңгір хан 600 жауынгермен 50 мың жоңғар әскеріне қарсы шығып Орбұлақ шайқасында жеңіске жеткен. 18 ғасыр басында Тәуке хан мен Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай батырлар сияқты жоңғарларға қарсы күрескен. Ресей елімен келер болса, Қасым хан тұсында басында дипломатиялық байланыстар орнады. Одан соң 16-17 ғасырлар аралығында Ресей қазақ хандығымен сауда және елшілік қатынастар жүргізді. Кейін 18 ғасырда Ресей хандығы қазақ даласына ене бастады. Қытаймен 15-17 ғасырлар аралығында байланыс әлсіз болды. Бірақ 18 ғасырда жоңғарлар жойылғаннан кейін Қытаймен тікелей шекараласу байланысы басталды. Төртінші, билер мен батырлар институты жеті жарғы бойынша билер институты, яғни қазақ қоғамында билер ерекше орын алған болатын. Билер дегеніміз ел арасында әділ, ақылды және шешендер болып саналды, яғни ел арасында кез келген дауды әділ түрде шешетін билік өкілдері және заң шығару, тәртіп сақтау өкілдері болып саналды. Белгілі билер бізде Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, яғни Төле би бізде ұлы жүздің биі, Қазыбек би орта жүздің және Әйтеке би кіші жүздің биі болып саналды. Үшеуі елдің бірлігін нығайтуда өте зор рөл атқарған. Батырлар институтына келер болсақ, батырлар ел қорғаған әскери басшылар, ержүрек жауынгерлер болып саналады. Олар жауынгершілік заманда халықтың рухын көтере білген. Және де белгілі батырлар олар бізде Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Райымбек, Жәнібек, Малайсары тағы басқа көптеген батырлар бар. Батырлар мен билер елдің тәуелсіздігі жолында және аумақтық тұтастығын қорғай білген. Жеті жарғы Тәуке ханның заңына келер болсақ, 17 ғасырдың соңында Тәуке ханның басшылығымен қабылданады. Алғашқы құқықтық кодекс Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы заңдарының жалғасы болып саналады. Яғни ескі заңдарда заманға сай етіп өзгерте білген. Негізгі бақтары 5 түрлі, яғни жер дауы, құн дауы, жесір дауы, мүлік дауы, әскери міндет пен ел қорғау. Жер дауы, яғни жер мен жайымды дұрыс әділ түрде бөлу. Құн дауы, кісі өлтіру, қан құны. Одан соң жесір дауы, отбасы, неке қатынастары бойынша заңдар. Төртіншісі мүлік дауы, меншік, қарыз, салық бойынша заңдар. Бесінші әскери міндет пен ел қорғау жайында заңдар жинағы. Бұл заңдар қазақ қоғамдағы тәртіпті, әділдікті және билікті, бірлікті сақтауға өз үлесін қосқан. Қорытындылай келе, қазақ хандығы 15-18 ғасырлар аралығында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің негізін қалады. Оның саяси, құқықтық, рухани жүйелері кейінгі қазақ мемлекетінің іргетасы болып саналды. Назарларыңызға рахмет.